Бүгінгі бұл мектепке келу біздің мақсатымыз осы мектептегі асхананың жұмысын қадағалайтын бракераж топтың жұмысына мониторинг жүргізу. Біз білім басқармасы жанындағы ведомствоаралық эксперттік топ мүшесімін. Сарапшы ретінде осы мектептің бракераждық комиссиясының жұмысын тексеру барысында кемшіліктер байқамадық. Өйткені құжатта тексеру барысында толығымен жақсы толтырылған. В рамках работы межведомственной экспертной группы, согласно приказу 598 министра просвещения, межведомственные экспертные группы работают, контролируют работу бракеражных комиссий. То есть комиссия по контролю за качеством питания. Приказом Управления образования определены 16 школ, которые мы за эти 2 недели проверили. Могу сказать, что поставщики проверку прошли достойно. Существенных нарушений выявлено не было. Даны рекомендации. Будем продолжать работу в следующем году. В нашей школьной столовой я работаю уже 10 лет с нашим коллективом. Коллектив у нас 12 человек. Все профессионалы своего дела. Наша задача – накормить детей вкусно, полезно и в свое время. Перемены совсем не такие уж большие, но мы стараемся вкусно, красиво подать и полезно. Бүгінгі күні өзекті мәселелердің бірі болып табылатын мектептегі балалардың, оқушылардың тамақтану сапасын бақылау. Бүгінгі күні Астана қаласында барлығына бекітілген ас мәзірі бар. Барлық мектептері сол бекітілген ас мәзірімен жұмыс жасайды. Ас мәзірге сәйкес әр тағамға, әр тамаққа өзінің технологиялық картасымен бірге жұмыс жасайды.